Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Универсал кезинин каттоочулары бүгүн биз Өзгө мал базарынын жылкыларын алды сатты басым дегичибиз. Жакшы кылып катачылык кылсак видеонун башынан эле кечирим сурайм. Лайк басып басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Анда эмесе кеттик. О астындагы бээни 77 000 сомго алымдыр. Туса 3-үчүсүн дейт, жазга чыгып тууп берет деп атат дейси. Астынан көрсөйүн. Могул ат алыныптыр 153 000 сомго. Могул экөөнүн экасы бир экен. Экөө бирип 154 000 сом болду да дейси. Бул жашыраак экен. Муну айтпай коелу канчаны туган десем. Экөө тең таптаза талаада жүргөн окшойт, дайыма эле. Үйдө байланып турганда мындай таза болбойт эле. Нам байталды 120 000 сомдой эс кармап турат. Могулар пышты байтал экен, төртөө тең 3. Могул 3-ө. Булар пышты байтал 120 000 сомдон дот дейси. 100 000 сомдон баа олтат бербей атам деп дейси. Пышты байтал 100 000 сомдо эси кармап турат. 83 000 сом баа болуптур, бербей койдун дейси. Быйыл кысыр калган деп атат. Булар союшка жарай тургандар. Эсин номерин жазып коем, керек болсо чала бересиздер. Мен 75 000 сом дейт, 4-үчүсүн жакында ойлой калган деп атат. 75 000 сом, канча бербедин десем, 72 000 сом баа болуп бербей койду деп атат дейси. Пул неме 3 000 сом сатылып кетти. Ол 4 туган бени 70 000 сомдо эси кармап турат. 50 000 сом баа болуп бербей койдум дейси. Могу Шеригин кулунду 80 000 сом дейт. Хородос Орловский деп дейт азыр эси. Канча баа болсом баа боло элек деп атат. Мас эсин номерин сұрайын, номерин биз экранысына жаза кетем. Ол экөөнүн эси 130 000 сом сурап атат экен. Мына чекедеги жаңасы 70 000, ама пыштысыны 60 000 деп кармап турат. Экөөнүн 120 000 сом баа болуп бербей койду азыр эси. Экинчи туган бени 80 000 сом дейт, 70 000 сом баа болуптур, бербей койду деп атат дейси. Мына көктү канча деп атасыз? Көк 75 деп атат. 75, канча бербей атасыз? Примерно айтсаңыз? 64. Канчаны туган бол? Бирде туган. 4 туган бени 90 000 сом дейт, 70 000 сом баа болуптур, бербей койду деп атат дейси. Ол Шери экен, муну 80 000 сом tutат, 60 000 сом баа болуптур, бербей койду деди. Бул экинчи туган экен. Туган бе алынып 84 000 сомго. Могул Шери экен, бул деле 84 000 сом болуптур баасы. Ким туган бен 100 000 сом да дейси, 85 000 сом баа болуптур, бербей койдук деди.
Benim ağzı bu bağılgan bir ekan. Ming işte o da deysi bunu. Altın tuğan vereni 70 bin so'm deydi. 65 bin so'm baho oldu. Berbe koydu o da deysi. Moğol şerge ekin tuğanken ne deydi? 75 bin so'm deydi. 67 bin so'ma baho oldu. Berbe koydu o da deysi. Tuğan vereni 80 bin so'm deydi. 71 bin so'm baho oldu. Berbe koydu o da deysi. Tusa 5-sini tuyt dedi. Жазга жауап. Tuğan vereni 70 bin so'm deydi. 55 bin so'm baho oldu. Berbe etdi deysi. İlk 5'e sıra odada başka biri. Tuğan benim 90 bin so'm deydi. 75 bin so'm baho oldu. Berbe koydu o da deysi. Tuğan benim 80 bin so'm deydi. 70 bin so'm baho oldu. Berbe koydu o da deysi. 4-ünsün жазга чыгып туу берет озат. Ээсинин номерин сурайм, берсе экранына жаза кетем, керек болсо чаласыздар. Alo. 90 bin so'mda 83 bin so'm baho oldu. Berbe koydu deysi. Oğlunu 4-ünsüzken erkek. 60 yarım kalıp var. Özün. Ha? Özün bozma. Ээсинин номерин сурайм, номерин берсе экранына жаза кетем, керек болсо чаласыздар. Enes Sadır abi. Enes Sadır atıyor. Aldı ya. 55 bin so'm 50 bin so'm baho oldu. Berbe koydu da deysi. $63 bin so'mga satılıp ketiptir. Ana alıp çıkıyordu pazardan. Tuğan beni 75 bin so'm deydi. 70 bin so'm baho oldu. Berbe koydu da deysi. Mingiz beytken. Bul da 75 bin so'm ekan. Buni 71 bin so'm baho oldu. Berbe koydu da. Bu biri tuğan deydi deysi. Tuğan beni 70 bin so'm deydi. 65 bin so'm baho oldu. Berbe koydu da deysi. Boy keltirar ekan, biroq eti bor normalde. So'yishga jaraydi. Tuğan yerine 65 bin so'm deydi. 58 bin so'm baho oldu. Berbe koydu da deysi. Moğol 2 tayda ekonu 120 bin so'mda esi surab atadi. 108 bin so'm baho oldu. Berbe koydu deysi. Tuğan beni 75 bin so'm deydi. 68 bin so'm baho oldu. Berbe koydu da deysi. Жазга экасы 170 bin so'm deydi. 110 bin so'm baho oldu. Berbe koydu da deysi. Ulla uyuru bardыгы бар dedi. Ayağı uzun adı ekan. Аттарын берген пулуна 250 bin oldu. Yerde bavul, canına bavulda 153 bin so'm. Jaşı 3 asy ulaqa çabılat, biroq jugurishi o'rroq dedi. Topga yaxshi keretgan, biroq buni atlar süzüp özü uçup ketdi.
Ekası yaptı 170 bin son değil. 130 bin son bağ oluptur berbe koydu da dedi. Ulağa ürüne garanti verim dedi. Ulaq tırtat da moyunun John ile görta sarısınlar ile jarı ile girse gerek. 4 бүтін тақаланған екен. Тақаға жаштырады да. Учасы ятты 150 мың сом дейді. 100 мың сом баға болып тұр, бербе ойды ода десе. Улаға чауылған үйірен бар гарантия да. Азыр есін номерін сұрайын, номерін бес экранына жаза кетем. Учасы ятты 110 мың сом дейді, 88 мың сом баға болып тұр, бербе ойды ода десе. Улақ чауылған гарантия берем да. Мойын деле жоон екен. Тақаға қандай тұрады екен? Тақаға жош бұ? Тақаға жақсы тұрады отады. 250 мың сом дейді. 200 мың сом баға болып тұр. Бербе қойды ода десе. Улағына гарантия берем деді. Өз деле ұзын дат екен. Тақаға қандай тұрады? Жақсы тұрады? Тақаға жақсы тұрады отады. Мойын жоон екен де. Екасы ятты 150 мың сом дейді. 110 мың сом баға болып тұр. Бербе қойды ода десе. Улаға чауылған деді. Үйіргечі? Үйіргеден қойылған? Үйіргеден қойылған тұрады. Тақаға қандай тұрады? Жош бұ? Тақаға жақсы тұрады деді. Ничке ұзын тұрады екен, көріп отқанлар мойыны жоон тұр. Учасы ят 130 мың сом дейді. 100 мың сомдан кішіне қойып беріп едім десе. Бұлаға чауылған үйірге қойылған емес тұрады. Арқаң тақасына не болды? Кеше улаға төленді, 2 ұмырын мақсап. Кеше улаға төленді дейді. Бұл тезле сағайып кетеді? Тезле сағайып кетеді тұрады. Аз номерін сұрайын, номерін бес. Үш кексік барады ағы? Үш кексік барады тұрады. Базардағы ең сұлу аттардың бері екен, 150 мың сом дейді. Базар сұрау атылы мен қанша сұраған, мене сұраған жоқ, білбейм. Атама сұрады да десе. Улағына гарантия берем да, бой деле кәлті иінген сонын болса керек. Есін номерін сұрайын, номерін бес экранына жаза кетем. Мол пұштан 150 мың сом дейді, 110 мың сом баға болып тұр, бербе қойды ода десе. Жашы пұшты улаға чауылған емес, анда пара десем аралашып кеткен деді. Өзіңерле көрсеңдер, жоон тақаларын көргілі. Бұл атты алып улаққа бересіне рәссан болса керек. Топты жәрілі керет аттардан берген. Башын көргілі, башты әлі жоон, көкірегілі жоон. 150 мың сом дейді, 120 мың сом баға болды, бербе қойды ода десе. Улағына гарантия берем додат. Тақаға қандай тұрады? Жош. Тақаға жош бұ? Тақаға жош додат. Бұнда келді келді. Спортқа қойылған ақшалар! Чоң ұтыштар!